12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде жаныңызды жадыратар Жансусар хабары және мен Жұлдыз Бесек. Бүгінгі біздің қонақжай төрімізде айтыскер, ақын, сазгер, мәдениет саласының үздігі, облысқа сіңірген еңбек үшін медалінің иегері ұстаз Айтмұханбет Исақов ағамыз. Хош келдіңіз аға. Саламатсыздар ма? Көңіл-күйіңіз қалай? Өте тамаша. Денсаулығыңыз? Өте жақсы. Бәрекелді. Сыр сұхбатта, шын сұхбат жасауға дайынсыз ба? Дайынбыз. Ендеше бастайық. Жалпы өзіңіздің атыңыз аталғанда, ең әуелгі ойымызға оралатыны сіздің ұстаздық еткеніңіз. Жалпы ұстаздық ең қасиетті істеп жатамыз. Сіздің шәкірттеріңіз Мұхамеджан Тазабеков, Айнұр Тұрсынбаева, жалпы сол кісілерге білім бердіңіз. Сізден білім алуға келгенде Мұхамеджан ағамыз, Айнұр әпкеміз қандай еді, қандай шәкірт болды сізге? Енді бұл өнер мен білім егіз дейді ғой, негізі сөзіңізге қосылам. Айнұрда, Мұхамеджанда негізі мектеп жасынан бастады. Ерте, жақсы. Бұл енді жас бұтақты бұлай баптаса, жан-жағын артық жаңағы бұтақтарын қарқып түп түзік өсіруге болады да. Қатайып кеткеннен кейін оны бұлай буындарын кесіп қырқып түзетуге онша келмейді ғой. Сол сияқты бұлар өте әдемі кезде келді. Және де бұлардың аумалы төкпелі заман болып кетті. Қиын қыстау болды. Сонысына қарамай бұлар өнер іздеді. Мен бұлардың осы жеріне қатты разы боламын. Мұхамеджан алғаш көргенімде 7-ші сыныптан бастап аудандық айтыстарға қатыса бастады. Одан жайлап облысқа кішкене шыға бастады. Кемшіндеу жерлері көп болды. Бірте-бірте жаңағы Мұхамеджанды өзінің ақындар мектебіне шәкірт етіп қабылдадым. Маралбек Бабақұлов, Ғани Метебаевтар, олар да менің оқушыларым. Солар бәрі бірге жүріп, әйтеуір бірте-бірте үйрене бастады. 9-ші сыныптан бастап алғашқы ауылға келіп, бірге жаңағы көл жағалап, балық аулап, құмға аунап, таңертеңнен кешке дейін кітап оқып, тәлім алып, бірге айтысып, қалай тұрғыда шұбыртпаның қандай екенін көріп, көз жетіп, құлақ естіп, үйреніп, тәлім ала бастады. Сонымен 10-ші сыныпта бірден облыста 30-40 ақынның арасында бас жүлде алды. Меркеде Спыдай атағының сол үлкен асында. Содан ары қарай дөңгеленген дүние дөңгелеп кете берді. Бұлайша айтсам, Мұхамеджан бұрынғы менің стилімді қабылдады, бірақ одан да жетілдірді. Өте ауыр болды оның айтысын стилі, бірақ соған көнді. Бұлай жатқан Мұхамеджан ерлік, ол Мұхамеджан сияқты соншама сөздің ауырлығы мен ойдың ауырлығына шыдау өте қиын. Мұхамеджан соған шыдасып келді. Тамаша. Әлі күнге дейін сізден ақыл сұрап тұратын кездері бола ма? Хабарласып тұрады. Негізі тек қана Мұхамеджан емес, мысалы Әліпбек Мұсайып мұнда кейін дәл сүйеу қатайғанда келіп тәлім алып біраз жаман болған жоқ. Екі асысында бас жүлде алды, жаңа автокөлік өтті. Анау Өзбекстандағы, Қырғызстандағы болған айтыстарда бірінші орын бас жүлде иемденіп жүрді. Оның өзі үлкен дәреже. Ол әр ақынның өзіндік белгілі бір биігі бар. Сол биікке шыға білген ақын, ол ақын. Мысалы, Әліпте өз биігін өз шыңына шығып барып, өз тірлігімен. Мұхамеджан да сондай. Мысалы, 37-38 машина, 40 шақты машина алып деп жатамыз Айнұрда. Айнұрдың да талай тәлім тәрбие алып, талай өнеге үлгі алғаны өтірік емес. Негізі Айнұрдың да өзінің алар биігі, шығар шыңы бар. Ол өз шыңдарын, өз биіктерін алған ақындар дейіп есептесек болады. Және ауданымыздан қазір шығып жатқан мысалы Ахметжан Өзбеков, ол да өз биігін алған ақын.
Нұрбек Құрбанов қазіргі кейінгі айтып жүрген ақындардың ішіндегі ең алдыңғы легі. Тамаша. Жалпы ұстаздық ету асыл іс, ұлы іс деп жатамыз. Шәкіртіңіздің бойындағы қасиетті алдыңызға келгенде бірден байқап қоясыз ба? Негізі бұны сұрағыңыз өте жағымды сұрақ болды. Өйткені адам тани білу керек біріншіден. Және екіншіден ол мінезге, әр ақынның мінезіне де байланысты. Содан кейін мен мысалы ақындар мектебіне балаларды алғанда қалай аламын? Кәдімгі балапан қыранды баулу үшін балапан кезінде құздың басына шығып барып алады ғой. Сол сияқты балаларды мен қабілетті балалар болады өзбір. Қай нәрсе болса да бейім өте. Сондай сезімтал, сондай кішкене жауапкершілігі бар, өзі байқалып тұрады балаларшы. Ылдым-жылдым, болмаса ойлы, сабырлы, өйткені ол әрқайсының мінезі әртүрлі. Сондықтан да әрқайсысын әрқалай баптап, әрқалай қабағына қарайсың, баламен бала болып бірге ойнап, бірге күліп, өйтпесең табылмайды. Қазақта бұрыннан келатқан жақсы нақыл сөздер көп қой. Мысалы, соның бірі екі дананың ортасында бір бала дана болады дейді. Екі баланың ортасында бір дана бала болады дейді. Соқсып балалардың ішінде бала болуға тура келеді. Кейде мынау ақындар мектебінің сабақтары жүріп неғатын кезде оның даналық ойларға жетелеуге тура келеді. Тамаша. Жалпы өзіңіздің өмірбаяныңызды қарап отырсам, ақындар жыршы термешілер мектебінің жетекшісі болыпсыз. Одан кейін де қазіргі таңның өзінде Жамбыл ауданындағы мәдениет бөлімінде ақындар мектебін ұйымдастырушысы екенсіз. Бүгінгі жастарға қандай баға бересіз қазақ мәдениетіне, руханиятына? Енді қазақтың мәдениеті кенжелеп қалды, ақсап қалды дегеннен аулақпын. Және оған қарсымын. Мәдениет, әр заманның өз мәдениеті бар. Енді бұл мәдени іс-шаралар қашанда болса өткен, өте де береді. Кеше пандемияның кезіне, мысалы, шамалы адам болса да жинап, Жамбыл атамыздың жаңағы үлкен дүбірлі айтысын өткіздік, мүшәйрасын өткізіп жатырмыз. Былтыр Абай атамыздың мүшәйраларын әр жерде айтыстарын өткізіп жаттық. Тіпті сонау Жамбыл атамыздың өзі соғыс кезінде де айтыс ұйымдастырып, елдің еңсесін тіктеген кездер болды. Қазақ әдебиетінде тамаша тұлғаларға білім беріп, қазақ руханиятына өз үлесіңізді қосып келесіз. Бүгінгінің Мұхамеджаны, бүгінгінің Айнұры қазір неге жоқ? Әр ақынның өз шыңы, өз биігі болады деп. Сол айтпақшы, дәл Мұхамеджан, дәл Айнұрдай болмаса да, олар жастар бірте-бірте Айнұрдай, Мұхамеджандай болуы мүмкін. Мысалы, Кенен атамыздың өзі айтпай ма, екі кенен тумайды, Алатауға ексеңді деп. Сол айтпақшы, Мұхамеджан, Айнұрлар енді көп қайталана бермейді. Өйткені оны қайталағанның өзінде айтады. Мынау Мұхамеджанды қайталап тұр, мынау Айнұрды қайталап тұр деп. Сол айтпақшы, әркімнің өз биігінде болған дұрыс деп ойлаймын. Енді өнер деген ол үлкен адамға біткен тән қасиет. Кешегі Кемпірбайдың өзі айтпай ма, өлсемде көптерге бір соғайын, бір құтақтай қос шекте әпкел бер деп. Өзі өлейін деп жатып, домбырасымен жыр-жырлап жатыр. Кеудемнен көгалайрық қош деп ұшты, сол шіркін кәрі тарлан өлең білем дейді да. Өйткені ол кісі неге кәрі тарлан дейді? Өйткені ол кісі жастайынан өнерпазы болып өскен, өнері өзімен бірге қартайған адам. Бұл деген үлкен бақыт. Мысалы, менде 6 жасымнан бастап домбыраға үйлендім. Нағашыларым мынау Қаратай Тұрыс деген үлкен қайраткер кісі бар. Сол кісілер менің нағашыларым, бүткіл әулеттері, жас өркендегі Шаншықұл деген ел. 6 жасымнан бастап жылап отырып домбыра үйреніп, сол бүткіл 4-5 әулеттегі жалғыз домбыраны әжем атын Қаратай атамның шешесі Күнімхан апам бір қолына домбыраны, бір қолына мен ұстап ауылға әкелген. Содан 6 жасымнан домбыра қонып кетті. Енді 60-та алқымдап қалдық. Әлі сол домбырамен жүрміз. Сол жаңағы кәрі тарлан өнер, жаңағы қос шөп құтақтайды серік етіп келеміз әлі күнге дейін. Бәрекелді. Қазір енді нағашыларынан дарыды деп жатсыз ғой. Ақындық өнер кімнен дарыды? Ақындық өнер енді
былайша айтқанда адамда бойында өзі кішкене бір икемі, бейімі, мысалы таланты болады ғой. Оны жайлап ұштау, мысалы ұстаздарға да байланысты. Мен 6 жасымда сол домбыра тартып, бірте-бірте кішкене өлеңге жаттау, тақпақтарға құмар болып сөйтіп жүрдім. 4-ші сыныптан бастап ауылда Оспанов Мәжен деген ағайымыз болды. 3-ші, 4-ші сыныпта сол кісі домбырадан сабақ берді. Содан 4-ші сыныптан соң Қабышаев Таңатар деген ағайымыз келді, Әл-Фарабиді бітіріп келді, Шымкенттегі. Сол кісі домбыра үйірмесін ашты. Сол жерде оркестрге қосылып, хорға қосылып, ән айтып жүрдік, оркестрде сүйемелдеп, күй үйрендік, ән терме үйрендік, сөйтіп қанат ұшса жетіледі дегендей бірте-бірте әйтеуір жетіле бастадық. Негіз 7-ші сыныптан бастап шамалап өлең жаза бастадым. Енді бұл өнер жағына келсем, енді әкем шешемізде енді әудемейтін қазақ жоқ қой, бұл әудейтіні бар етін. Әкемді кішкене бір-екі ауыз аздап кішкене ұйқастырып қоятын бар етін. Негізгі өнер жағы нағашыларынан дейді. Қайынның жақсы болу ағашынан, адамның жақсы болу нағашыдан дейсіз ғой. Иә. Бәрекелді. Айтыс ақыны болу үшін адамның бойында жалпы Құдай берген талантымен қоса тағы да қандай қасиет болу керек? Енді талант дұрыс, ол бірінші керек нәрсе, екінші мінез керек. Содан кейін білім керек. Мінез керек, қай жерде керек? Мысалы, онда орынмен. Бұл енді абыройыңды асқақтататын да бір ауыз сөз, абыройын айыратын да бір ауыз сөз. Басқа бәлі тілден деген. Соған өте құнтты болу керек та. Соның кейін кішкене қарсылас айтып жатқан кезде үнемі ойда отыру керек. Қай сөзге қандай жауап, қандай мақал қолдануға болады, қандай аталы сөздер қолдануға болады. Ой-шұқыр болу керек дейсіз ғой. Ой өте жан-жақты болу. Осы жерде отырып сізбен айтып, сіздің бетіңізге қарап отырғанмен, менің ойым тек қана кең далада жан-жақта шарлап кету керек. Мысалы, сол сияқты. Ал домбыра тарта алуы қаншалықты маңызды? Домбыра ол міндетті түрде. Домбыра шеберлігі деген ақынға өте қажет. Домбыра дегеніміз қалай? Мырзатай ағамыз айтпақшы, Айтыскер ақынның қолындағы домбырасы көкпарда шауып жүрген шабандоздың астындағы аты сияқты жетелеп отыру керек деп. Әуенің әдемі, домбыраң келісті, ойнақы болса, ода халықты тартады. Өзіңізде шаршы топта сөз алып, сөз аламанында бәйгеге түсіп, бақ сынадыңыз. Айтыскер ақын қарсыласынан жеңіліп қалмау үшін бірінші шабуылға көшкен жөн бе, әлде әліптің артын баққан дұрыс па, қалай ойлайсыз? Жоқ, енді ол әліптің артын бағып отыратын бұрынғы кәдімгі бір күн, 2 күн асықпай, орағытып, алыстан әкеп топ тегізетін ондай айтыс жоқ қазір. Мысалы, соны бір жылдары Алматыда айтыс болды, кәдімгі аламан айтыс дейді ғой, сондай. 1 сағат, 1,5-2 сағатқа дейін жіберетін жекпе-жек айтыстар кәдімгі. Мына жақ сахнаның мына бетінде 5 ақын, мына бетінде 5 ақын. Мінекең нағыз айтыс сол. Жалпы өміріңізде әттеген ай деп бармақ тістеген кездеріңіз болды ма? Енді әттеген ай дейтін кез болғанда, бұл енді Мойынқұм ауданында үлкен айтыс болды облыстық. Әттеген ай, ең қатты әттеген ай сол болды. Шыққаннан даусым қарлыға бастады. Мұхаммеджан келіп қалды. Кетті, үстіме енді бастан аяқ камзол шалбарымен, етігімен, шапанымен, бас киіммен, енді домбырасымен бәрін сақадай сайғып әкеп беріп тұр да. Ананың бәрін алып шықтым. Сонымен Сырбаев Бақыт ағамыз аудандық мәдениет бөлім басшысы, сонымен бірге шықтық, Мойынқұмға бардық. Барғанша жайлап бірте деп тамам қарлығы бастады. Соны үйге қуандық, қонақ үйге бардық. Сонымен не керек, айтысқа шығайын десем, даусым барған сайын бітіп барадыр. Бүткіл ақындардың біреу Айтмұханбет не болды деп, біреу кеп қол салып, біреу кеп дәрі беріп жатыр, біреу кеп фурацилмен шай деп, біреу әйтеуір басқа бір жаңағы дәрілер қолдан бүйтіп ыстық шай ішіп, май неғып жұтып, неше түрін жасадық. Болмады. Соны кейін енді қазыларға да рахмет, Айтмұханбет деді. Сен бұрыннан бері
енді алдыңғы орнына түспей жүрген талай бас жүлдені алған ақынсың. Енді киімің бәрің, домбыраң бәрі сай болып тұр, тек қана сенің өзің дайындығыңды сай екенін сезіп тұрмыз. Мұндай жерде сен дүбірлі додада қалмайтын ақынсың. Сен бүгін іріктеуден айшинаға өткізіп жіберейік. Ертең даусың шықса, ертең финалға сен айтса бер, рұқсат саған деді. Сонымен ең соңғы айтыс өтіп жатыр. Ең соңғы айтыс жаңағы бітер бітпестен көзден жас пора-пора болып кетті. Ең өкінішті сол болды. Студиямызға ақын келіп отырған соң өлең сұраймыз. Алдыңдағы алам десең биікті, азаматтар түсірмеңдер иықты, ер міндеті сүйе білу әйелді, ал әйелдер болу керек сүйікті. Аса сұлу болмаса да ай мүсін, мәжнүнде жырлап өткен ләйлісін, мәңгілікке жазып қойған жоқ шығар, ғашықтарға махаббаттың қайғысын. Кедергілер кездессе де жолыңда, адамзаттық парызыңды орында, дүниеге келу кету міндетің, ал тағдырың тек өзің қолыңда. Бәрекелді. Тамаша, жалпы сізді ұстаз деп таныстырып жатамыз. Өзіңіздің ұстазыңыз кім болды? Енді мынау ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді ғой. Мен бала кезінде алғашқы ұстазым нағашыларым. Бірінен кейін бір домбыра тартады, сонда жылайтын. Итіңе дейін домбыра тартады, мен неге тартпаймын деп 6 жасында жылағаннан кейін әжем, үйретіңдерші, осыдан бірдеңе шығады осыдан. Жылап отырып үйренген баладан айналасын ғой деп. Содан домбыраны алып келіп 6 жасында жастықтың астына ояқтан енді бір 3-4 ән үйрендім. Ол кезде әріпті онша танымаймын, сол кезде ауызша жаттап алғам. Жастықтың астына жастап жатып, сөйтіп ұйықтайтын. Мектепке барып әріп танығаннан кейін, мысалы телевизорда, радиода айтса, соны міндетті түрде жаттап алатынбыз да, тез-тез жаттап аламыз, бірден айтқан. Ертеңін айтып жатса, тағы жаттап аламыз. Сөйтіп соны домбыраға келтіріп, санаменен сөйтіп домбыраға бейімдеп, сөйтіп үйреніп кеттік. Енді ең алғаш сол жаңағы Мәжен ағайымыз, Таңатар ағайымыз алғаш домбыра үйретіп, терме ән күй үйретіп, сөйтіп мектеп біткен үйрендік. 7-ші сыныптан бастап кішкене өлең жаза бастадық. Кейде анау құрдастарым қыздарға жаңағы хат жазатын болса, маған ана қызға мынандай өлең жазып берші, бүйтіп мен жазып бере салатын. Ондай да қызық болатын. Армияда өлең жаздық. Армиядан келгеннен кейін кішкене домбырашы жігіт қой деп елжан бетажарға шақырып, жаңағы келіндердің бетін аша бастадық. Ол жерде енді анау қалып кетті, мынау қалып кетті деген болады ауылда. Сол кезде ондайларды суырсап бос жіберіп, елдің бәрі қыран топан күліп жататын. Өйткені тамыр астында көз алдында көріп тұрған нәрсені айтқанға ол керемет қызық болатын. Тамаша. Енді біз сұхбатымызды сөз Сәуле Айдарымен жалғасақ. Айтмұханбет аға ұстазым болғанына өзімді бақытты сезінемін. Себебі ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, біздің өнердегі, сахнадағы небір аяулы дүниелеріміз ағамыздың мәпелеуіменен, бізді тәрбиелеуіменен шыққан болатын. Айтмұханбет ағамыздың өзі бала кезінен анасының, ата-бабаларының бүкіл қазына жыр жауһарларымен сусындап өскен болса, кейін тәуелсіздік алған кезде алғаш бабалар дәстүрі, кешегі жыраулардың бүкіл қазынасы қайтадан қалпына келген кезде де сонымен алғаш танысып, өзіне сіңіріп, одан кейін біз секілді шәкірттеріне сіңірген адам. Сондықтан Айтмұханбет ағамыз ұстаз ретінде де, ақын ретінде де кемеліне келген тұлға, халықтың нағыз батасын алған, өмірден де өзінің нағыз шығармашылық адам ретінде дәлелдеуді қажет етпейтін тұғырына қонған тұлға ғой. Сол себептен ағамыздың шығармашылығы қай уақытта да, қай кезеңде де өзінің құнын жоймайтын қымбат дүние деп айтар едім. Айтмұханбет Исақовтың айтыс өнері үшін қылған қызметі шаш етектен. Біздің ағай үлкен істерді мұрат етіп, соның кішкене жетістігіне шын қуана алатын қарапайым, кеңпейілді адам. Көңілінің өте кең болғандығы да шығар бүгінгі буынға тола бермейтіні. Ағайдың мынадай бір қанатты сөзі бар: мен өнерді өмірімнен артық көрем, себебі өмір өлшеулі, өнер шексіз. Осы сөз арқылы біз өнерге мейлінше салмақтылықпен, мейлінше жауапкершілікпен қарауды үйрендік. Ағайдың бір өнерде салған екі үлкен даңғыл жолы бар. Бірі өзінің дара жолы, ақындық жолы болса, екіншісі ұстаздық жолы. Біз ағаймен осы ұстаздық жолды табыстық. Ақылды айта білген адам дән себуші адам. Ақылды тыңдай білген адам дән теруші адам.
Өнер диқанындағы ағайдың алғашқы шәкірттерінің бірі суының тұнығы Мұхамеджан Тазабеков болды. Мұхамеджан Тазабеков өзінің бел қайыстырар сөзінің салмағы арқылы өз заманының астары арыдағы, зілі тереңдегі мәселелерді қозғады. Ағайдың тәлім тәрбиесін көріп, қазақтың қасиетті қаймағы қатпаған қара өлеңінің қамбасын толтырып кетті. Асқар таудың көлеңкесі алысқа түседі демекші, біз сол Асқар таудың 2016 жылдан бері бауырындамыз. Алғаш рет мектеп жасында 2016 жылы айтыс сахнасына көтеріліп, ағайдың көзіне түсіп, сол жылдар алғаш ашылған Жамбыл Жабаев атындағы ақындар мектебіне қабылданып, міне қатарынан 5-ші жыл ағайдың тәрбиесін көрудеміз. Ағай бізге тиімді жерде тіліңді тыймай тегін ағытып алсаң, өз сөзің өзіңе қақпан боларын, жұрт алдында жарып сөйлеген жақсы, бірақ барлық нәрсенің байыбына барып сөйлеуді үйретті. Ағайдың ақын болу үшін мінез керек, мінезден ой, ойдан сөз туындайды деген қанат сөзі біздің өмірлік мақсат бағдарымызға айналды. Бір ақынның сау болса тілмен жағы, мың адамның айтылар мұңмен зары. Бұл да Айтмұханбет Исақовтың тарихта қалар, барша ақынның гимніне айналар қанатты сөздері. Болашақта ағайдың тәлім тәрбиесін көріп, тәрбиесін сіңіріп, үмітін ақтап, үлкен додаларда жеңіспен ораламыз деген сенімдеміз. Қазақ өнерінің, айтыс өнерінің мәртебесін мәңгілік биік көтеретінімізге сенімдіміз. Аға, өзіңізді ақын сазгер деп таныстырып жатырмыз. Әндеріңіз туралы қалың оқырманға, тыңдарманға айта отырсаңыз. Енді мынау ән деген бұл өлең айтсаң жанын жеп айтасың дейді ғой. Ән деген өте ауыр, жаңа қиындау, жұмысы көп өте. Сондай өнер, ән шығарудың өзі де оңай емес. Енді қазір мен осы сазгерлікпен айналысып, өзімнің бір ыңғайы кеп қалғанда, ойыма түскенде, орай келгенде жаңа ән жазам. 90-шы жылдардан бастап, осы аздап ән шығарумен айналыса бастадым. Маралбек Бабақұлов шәкіртім, және Мәдина Сағынбеков екеуі әсем күлкім деген әнімді орындап, және де бізде Жанерке Ерқара деген қыз сенің бейнең деген әнімді осы облыста осыдан 3-4 жыл бұрын орындап шықты. Және 2018 жылы ауылым алтын бесің деген Тастөбе ауылында сондай іс-шара өтті. Содан бір күн қалғанда біздің ауылымыз бұрынғы пионер совхоз еді. Сол Ащыбұлақ ауылы Қарасу округі болып ауысты. Соған Ащыбұлақ ауылым әні деген ән шығардым. Қазір Шайдана ауылдық кітапхана меңгерушісі Гүлмира Байболова орындап жүр. Өте әдемі. Ауданда Нұрила Исаева осы қазанның 12 күні республикалық байқау бар. Сол жерде көне тарыз күмбір деген. Сол жерде айтады Құда қаласа. Және оның ең алғаш айтқанда оның әрлеуін Ғани Мәтебаев жасады. Бәрі ауылдан болып жатыр ғой. Әні мен сөз менікі. Сол Ащыбұлақ ауылынан. Және Ащыбұлақ ауылының келіні бұрын өзімізде пионерде сол клубта бірге жұмыс істегенбіз. Гүлмира Байболова, қазір кітапханашы, әнші кезіндегі әрлеуші Ғани, сөйтіп бір ауылдан жақсы бір үлкен демеу шықты. Одан кейін биыл жаңадан қазір аса туралы жақсы, аса асыл әнім деген бір ән шығардым. Енді біздің асаның ежелгі аты жетті болып келеді. Соған байланысты былай болып келеді. Асаның жері дархан, кең пейілелі дархан, жері үйік жеті төбе белі дархан. Қуанып шаттанғаным, марқайып мақтанғаным, сенің арқаң, аса сенің арқаң. Құда қаласа енді аса сазы жақында шығаратын шығар деп ойлап отырмын. Керемет, тамаша ән. Енді көрермендеріміздің назарына сіздің әніңізді ұсынайық, экранға назар аударайық. Бойында қатар қонған қара судың, тамаша талай күнді таң асырдым. Ауылым Ащыбұлақ елді мекен, кешегі көзін көрген
ойласын, жасасын мәңге сәмін. Ай күміс миял өзек шайданасы, ежелгі ашы бұлақ айналасы. Алғашқы әндердің біреуі сол жаңағы Ақбаян деген қызым дүниеге келген. Сол дүниеге келгенде бір аптадан кейін жаңағы неден больницадан алып кеп, жаңағы бет жүзіне қарап, Ақбаяным, Ағырбек Ақбаяным, Ағырекем әнімді арнап ат қоямын деген жаңағы әнім бар, Ақбаян деген әнім бар. Одан қалса тағы да өмір сыры деген ән бар. Енді біраз әндерім бар, Құда қаласа енді өз уақыты келер, кітап шығаруға, болмаса жаңағы әндерімді жаңағы шығарып бір шығармашылық кеш ұйымдастыруға болады деп ойлаймын. Өзім шәкірттерім бар, әндерім бар, поэзиям бар, айтыскер ақындарым бар. Енді ештеңеден кемдік көріп жатқан жоқпын, оған тек қана уақыт керек. Дұрыс айтасыз, тамаша. Ендеше біз сұхбатымызды Қайым айтыс айдарымен жалғайық. Айтыстың аламанын қыздыратын шәкірті көп, бүгінде сіз ірі ақын. Шәкірттерім шыққанда сахнаға жүздерін сұлу қыздар жүз бұратын. Бәрекелді, тамаша. Тәрбиелеп шығаруға шәкірттерді Құдайым сізге сондай бақыт берді. Шәкірттер шығу үшін аламанға Айтмұханбет те солай бақыт берді дейсіз. Бәрекелді, қандай тамаша. Келесі жалғайық. Күн аялап бақ тербеткен даламыз, жасай берсін Айтмұханбет Исақ ағамыз. Балаларды аман есен болсын деп өнерлетіп қалдырған ғой бабамыз. Бәрекелді. Аға, әулиеата жұртына айтар ізгі тілегіңіз болса, тыңдауға әзірміз. Тыныш бейбітшілік заман болсын, ел аман болсын. Мынау жақсылықта осындай кездесіп жүздесе берейік. Жансусар жасай берсін, еңбектеріңізге жеміс берсін, іске сәттілік берсін. Бір күнде болса әйтеуір ойнап күліп, сыйлап жүргенге не жетсін. Өмір соның құнды деп ойлаймын. Рахмет аға, бүгін алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, әсерлі әңгіме айтып, әдемі өлеңіңізді оқып бергеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық толағай табыстар тілейміз. Осымен ақын, сазгер, мәдениет саласының үздігі, ұстаз, облысқа еңбек сіңірген үшін медалінің егері Айтмұханбет Исақ ағамызбен болған сұхбат соңына жетті. Қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған тыныш та бейбіт заманда, бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткей.